Саламатсыздар ма? Бүгін бізде PDF форматпен жұмыс, яғни PDF деген ең көп қолданылатын документтің форматы болып табылады. Бұған дейін мен Microsoft Word'тан PDF форматқа қалай ауысатынын көрсеткен болатынмын. Бүгін дайын PDF менде міне құжат бар, яғни кітап. Әдетте интернетте түрлі ақпарат көздері өте көп болады. PDF форматы тасымалдауға ыңғайлы болғандықтан өте кеңінен тараған. Менде мысалы үшін мынау PDF форматтағы дайын лабораториялық жұмыстары бар құжат бар. Енді осы құжаттан маған барлығы емес, ішінен мысалы үшін міне лабораторная работа 2 дейді. Мына бет менде қазір 10-шы бет. Осы 2-ші лабораториялық жұмыс ғана керек, басқалары керек емес. Демек 2-ші лабораториялық жұмыс қай беттен бітеді? Соны қараймын. Так, заданиялар бар екен артында. Так, 4-ші лабораториялық. Мына жерге дейін десек. Так, 10-нан бастап. Мына жерге дейін, мысалы 12-ші бетке дейін. Қалған беттер маған керек емес. Демек, мен мынау тұрған баспаға шығару деген кнопканы басам. Соң сохранить в формате PDF. Все демейміз. Мына жерге галочка қоямыз да, мысалы үшін 10-ші беттен 12-ші бетке дейін. Тек өзіме керегін ғана. Сохранить. Соң мына жерге мен жаңағы лабораторная работа 2 деп сақтаймын. Моя работа. Лабораторная работа 2. Так, сохранить деген басам. Сонда мен тек қана өзіме керекті жерін ғана алдым. Бұдан өзге, егер де осы 2, мысалы үшін бір құжаттың ішінен мен қазір файлымды көрсетейін. Енді мен сол дайын күйінше емес, өзіме ыңғайлы форматқа ауыстырып алғым келеді. Яғни, мына жерге жазам. Конвертер, PDF Word. Өзімнің алған жаңағы 2 парағымды Word документке айналдырып, ішіндегі керек емес жерлерін алып тастап, өзіме керекті жерлерін қосып алғым келетін болса, онда мен конвертер қолданам. Мына жерде выберите файл дейді. Конвертерлар интернеттен тікелей жұмыс жасайды, интернеттің режиміне байланысты болады. Міне бағанамен мынаның ішіне салып жібердім. Лабораторная 2 деген алып открыть деймін. Міне жүктеп бастайды. Жүктеп қойды, енді мен начать деген кнопканы бастаймын. Бұл PDF форматтан Wordқа ауыстырады. Кәдімгі текстовый документ болады. Ішінде сөздерін өзгертуге болады. Орысшадан қазақшаға аударып аламын. Мына жерде скачать деген пайда болады. Пока жұмыс жасап жатыр. Скачать деген басам.
Вот файл қараңыз. Міне ішінде мынандай материалдарын қалдырсам болады. Қалғандарын бәрін қазақшаға аударып алсам болады. Яғни бұл менде форматтан wordқа ауысу. Келесі. Енді кейде екі жаңағы PDF форматта документтер болуы мүмкін, бір парақ, иә. Сол екі парақты бір-біріне қосу керек болады. Екеуінен бір құжат жасау керек болады да. Міне қараңыз. Былай жасайық. Қазір менде суреттердің ішінде әдетте PDF форматқа сканерден өткіземіз ғой. Құжаттарды сканировать етеміз. Ол бізге сканер көбінесе JPEG формат жасайды. Сол JPEG форматтан PDF формат жасау керек болады. Екі суретті қазір жасайық. Қараңыз, JPEG. Сканировать еттік дейік, қандай да бір құжатты, иә. Екі құжатты бір-біріне сканировать етіп, сканерден құжат өтеді. Ол JPEG форматта болады. Сонан соң оны конвертировать JPEG to PDF деп айтылады. Яғни суреттен PDF формат жаса деп. Вот осы жерде мен файлды көрсетемін. Мысалы, қандай да бір құжат. Мұндай құжат бізде өте көп болады, себебі құжаттардың бәрі почти сурет болып өтеді сканерден өткен кезде. Ішінде не? Жақсы, кез келген бір суретті пока көрсете берейін. Міне құжат дейміз. PDF форматқа. Міне PDF болып жасап шығарды. Онан соң ашып көре салайық. Біреу PDF файл бар менде. Енді мынаны өшіремін, басқасын қоямын. Загружать етеді, сразу конвертация жасайды. Именно общий файл деген бассам, бұл енді JPEG 2 PDF ком дейді. Әр конвертер өзі жасайды. Сонымен менде екі құжат болды. Сканерден өткізген екі PDF құжат. Енді осы екі PDF құжатты бір-біріне қосу үшін мен жазамын объединить PDF. Объединить PDF файлы. Объединить PDF файлы. Екі PDF файл бір-біріне қосу керек. Мұндай болады сканировать еткен кезде. Выбрать файлы. Ал менде бірінші PDF файл. И добавить деймін, тағы да бір PDF файл. Word, Excel бәрін қоса беруге болады. Сөйтіп, екеуін қосып создание документа дейді. Скачать. Екі суретті бір-біріне қосып берді. Скачать дейміз.
мынау бірінші парағы, мынау екінші парағы. Яғни кез келген екі кітап болсын, екі PDF форматтағы құжат болсын, осылай объединить етіп қоса салуға болады. Барлығы конвертер арқылы жасалады. Тағы бір айта кетейін деген нәрсем, менде мына жерде Office 16 тұр. Яғни Word қосатын болсам, Word'тың ішінде менде файл сохранить как деген команда бар. Осы команда арқылы мен өзімнің жұмыс жасап отырған Word құжатымды, мұның ішінде 300 парақ бола ма, оның ішінде 100 парақ бола ма, сол жұмыс жасап отырған парақты кітап болсын, ол қымыжы болсын, қандай болса да, мен оны сақтаған кезде тип файла дегенді ашып, ішіне PDF дегенді беріп, өстіп сақтай аламын. Екеуінің атауы бірдей деп жатыр. Сақтай аламын, жай ғана PDF форматқа ауыстырудың, конвертировать етудің қажеті жоқ. Ол автоматты түрде PDF формат болып шығады. Сол сияқты Excel'де де қазір мен ашамын. Міне менде құжат тұр. Кез келген құжатты, кез келген жұмыс кітабын сохранить как деген команда беремін. Сонан соң мына жерді ашып, тип файла деген жерге осы жерден PDF деп бере аламын. Өтемде мына жерге ат бере саламын. Лист 1, Microsoft Excel сохранить басам, ол автоматты түрде PDF форматқа ауыстырады. Міне көрдіңіздер ме? PDF қылып маған ашып беріп тұр. Осындай мүмкіндіктер бар. Соңғы шыққан офистік программаларда, яғни PDF форматпен жұмыс істеу уже қиын емес. Соң бағанағы кітабымды аша салайын. PDF форматта. PDF форматта фигуралар жылжымайды ғой, сол үшін өте көп қолданады. Енді бұл жерде тағы бір несі, бағана бізде сохранить в формате PDF деген бар. Мысалы үшін мына жерден принтердің атауын таңдап, сосын мына жерден жаңағы четный страница, мына парақтан мына параққа дейін шығарып бер деген команда бересіздер де, өздеріңізге керекті команданы баспаға шығарып, қағазға шығарып ала беруге болады. PDF форматпен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Көптеген түрлендірулер өздеріңіз көріп отырғандай конвертерлер арқылы жүзеге асады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.